Біздің атамыз Құнанбай Өскенбайұлы Жанғұтты шешенмен дос болады. Жанғұтты шешен Құнанбайға келіп, Құнеке, қажылық маусымы жақын екен, қамдана берейік. Екеміз дос болып өмір сүріп жүрміз, дос болып бірге қажылыққа барып келейік дейді ғой. Құнанбай атамыз осы жылы ыңғайы келмейді. Жәкем, келесі жылы барайық. Осы жыл маған мүмкіншілік бер, келесі жылы бірге барармыз дейді. Жанғұтты шешен, Құнеке, мен күткенмен ажал күтпейді ғой, мен жүре берейін деп жолға жиналып шығып кетеді ол кісі. Сөйтіп қажылығын өтейді. Жанғұтты шешен қажылығын өтеп, осы қасиетті мекенде жан тапсырады. Меккеде жерленеді. Кейін Алланың қалауымен келесі жылы Құнанбай атамыз Ақмешітке барып, қазіргі Қызылорда жері, сол кезде Ақмешіт деп аталатын болған. Ақмешіт деген жерге барып, Қалжан Ахун деген кісінің қолынан барып, 3 күндік дәріс алады. Сол жерде қажылық рәсімдерінің барлығын сөзін бөлмей 3 күн бойы тыңдап шығады. Тыңдап, қажылықтың рәсімдерін үйреніп болғаннан кейін айтады: «Я, ұстаз, 3 күн бойы сіздің уағызыңызды тыңдадық, насихатыңызды қабылдадық. Енді жол ұзақ, бір бата беріңіз. Біз жолға аттанайық». Бата бергенде менің Жанғұтты досым сияқты қажылықтары қабыл болып, өзіңіз баған айтқандай қажылықтың сыйы жәннат, о жақта жерлену бір үлкен бақыт. Ондай болатын болса, маған бір дұға қылыңыз. Мен сол қажылыққа барып, сол қажылықтан қайтпай сол жақта дүние салайын дейді. Жаңағы Қалжан Ахун дұға қылғанда енді өлім тілеуге келмейді ғой. Қалай өлім тілейді адамға ол кісі? Өлім тілей алмағаннан кейін абдырып тұрып қалады қолын көтеріп. Не деп айтарын білмей, не деп дұға қыларын білмей. Сол кезде көкесі бұл іске кідірмейік, батаны мен берейін деп қолын жайып, егер де ер тілегі, яғни Құнанбайдың өзінің ниеті сол болса, қалсын, елдің тілегі болып, Құнанбай қайтып келіп, елге қызмет жасап, елдің қамын ойлайтын азамат болса, онда ел тілегі болса, келсін деп бата қылады. Сөйтіп Құнанбай атамыз жолға шығып кетеді. Жолға шыққанда өздеріңіз ойлаңыздар, біздің бабаларымыз бір маусымды екінші маусымға жалғап жүретін болған жолда. Көз, қыс, жаз, көктем депші. Енді ол жолда әлбетте азық керек, әлбетте баспана керек. Түйелерге, нар түйелерге уықтарын, шаңырақтарын, киіз үйлерін артып алып, бұзып артып алатын болған. 4 түлік малдарын, жаңа қора малды бірге айдап шығатын болған. Жол жөнекей кетіп бара жатып, бір қойды сойып жіберіп, қазан ошақты қойып жіберіп, ет ашып жіберіп, дастархан жасап, тамақ жеп жіберіп, ары қарай кете беретін болған. Сөйтіп қысты қысқа, жазды жазға сөйтіп жасап, бір жыл дегенде, айлар дегенде бір жылға жақын уақытта осы жерге жетіп келетін болған. Одан кейін қажылықтарын өтеп, және ары қарай тура сондай сапар шегіп, айлап жылдап елдеріне оралатын болғанды. Сол Құнанбай атамыз ол жаққа осы елге қасиетті жерге келген кезде Алланың қалауымен бірнеше күндер кешігіп қалады. Арафа күні өтіп кетеді. Арафа күні өтіп кеткеннен кейін Құнанбай атамыз келесі жылдың қажылығына қалу керек енді. Қазіргідей прямой рейспен қайтадан ұшып кетейін, одан келесі жыл Құдай қаласа 1-2 күн қалғанда келе салам ғой деген әңгіме жоқ. Сөйтіп Алланың қалауымен Құнанбай атамыз қалады. Ол кісі ақырындап қарап жүріп, қазақтардың қамын жасайды. Қазақты қараса біреу ана жерде жатып қалады ұйықтап. Біреу қараса ана жерде біреу тамақ іздеп күнелтіп қалады. Соның барлығын көріп, жүрегіне қатты батып, ер жігіт туған жеріне дейді ғой. Сол туған жер үшін, ел үшін, жер үшін қатты ғам жеп, қасындағы бай жігіттерді ұйымдастырып, осы жерде Такия деген мейманхана қазақтар үшін бір қонақ үй салады. Сол қонақ үйде қазақтар жыл сайын келген сайын тегін тұрсын, тегін ішсін, тегін жесін, тегін жатсын деп сол кісілердің қамын жасап кетеді. Сол кісінің тақиясына кейін жаңағы біздің бабаларымыз келіп орналасып жай табатын болған. Сонда біздің бабамыз қажылығын өтеп, Арафада тұрып, баталарын, дұғаларын жасап,
Қайтатын күн жақындайды. Қайтатын күні жігіттерге айтады: бауырлар, Жаңғұтты деген досым қайтқан менің. Осы жерде жерленген. Жаңғұттының жаназасына қатыса алмадық. Бірақ барып басына топырақ қойып кетейік. Барып бір зиярат етіп кетейік дейді. Сөйтіп Жаңғұтты шешеннің басына келіп, Құнанбай атамыз өзінің нөкерлерімен бірге отырып, мына топырағын ұстап отырып, көзіне жас алыпты ғой Құнанбай атамыз. Ей Жәкем, кезінде дос болған кезде, Құнеке сен мықтысың, сен жақсысың деп айтушы едің. Қара өмірді, мен сенің қабіріңе келіп тұрмын. Жәкем, мен емес, сен жақсырақ болып шықтың ғой. Өйткені сен мынау қасиет тұтқан, Құран түскен, пайғамбар дүниеге келген топырақта жатырсың. Мен ана боқ дүниеге қайтадан қайтып бара жатырмын деген. Бабаларымыздың бір-біріне деген махаббаты, бабаларымыздың қажылыққа деген құрметі, қасиетті жерлерге деген құрметі осындай болған. Армандап шыққан, осы жерлерге жетіп, осы жерлерде қалсақ деп армандап шыққан. Анау ниет еткен адам, мұрат еткен адам жетеді екен ғой өзінің ниетіне, түбінде. Сол үшін де міне осындай жерде, осындай тарихты айтып, бас қосып отырған жағдайымыз бар.